Чемпионның ішіне мана түсіріп жіберіңдер деп айттыңыздар. Міне бірінші класстікі, бірінші класстың балаларынікі. Так, ценасы жазылмапты. Бірінші класстың баласынікі даже міне даже мынаны ала салайын. 15 мыңнан. Міне бірінші класстікі да емес, кішкентай даже одан да. Енді әркім балаларына қарайды ғой. Міне футболкалар бар. Футболкалар. Мына футболкалар қаншадан мысалға? Шортигімен 8 мың теңге, 10 мың теңгеден. Так, Қазақстан спортивкасы, міне подростковый, вроде бы. Қаншадан налар сізде? 30 мыңнан, ал, міне. 30 мыңнан, міне, подростковый балаларға арналған спортивка, міне. Қазақстан деген, 30 мың. Беретіндері 40 мың. Так, дальше. Білмейм, мынау қаншанікі ағы? Қаншадан ағы? 29 мың. Ал, не аламыз сонда? 29 мың, 30 мың, безрукавкілер. Мынауың 20 мың деді жаңа. В общем, барлығы қымбат мына жерде. Страшно қымбат. Міне бір любой кроссовканы алайын. Міне, әдемі қыздардың кроссовкасы тұр. Мына кроссовканың бағасын айтып жіберіңізші, пожалуйста. 22 мың теңге. Кроссовка. Міне, ақ кроссовка тұр. 23 мың. Тағы не бар? 26 мыңның кроссовкасы. Мына футболкалар Гүлнар қанша деді жаңа? Мыналар 5 мың, мыналар? 5 мыңнан, футболкалар 5 мыңнан. Ал, не аламыз ал? Мынандай ұлдарға да, қыздарға да бар екен. Бұл 20 мыңнан. Не аламыз? Кеттік, Гүлнар, тастандар. Амынау сендердің 27 мың, 30 мың спортивкалар, мен кигізбеймін баланы. Бізге бұл қымбат. Сол үшін мы хотим, чтобы бұндай магазиндарда алып тастасын болды. Керегі жоқ бұл магазиндар. Нет, надо просто требовать. Саламатсыздар ма? Міне тағы да біз Атамекенге жиналдық. 40 мың теңгеден бөлген болатын. 40 мың теңгеден бөлгендері балаларға өздерінің нақты бір магазиндар бар екен. Енді ол магазиндарды аралап шықсақ, бір киімнің өзі 30 мың, футболканың өзі 10 мың теңге, сондай бағалар болып тұр кісілерден. Оны бәріміз деген Атамекен деді. Енді бізге шығарсын десек, түсір жоқ. Сон ішіне кірейік, я? Сұртта не үшін тұрмыз? Не үшін біз тұруымыз керек? Мы не будем ждать. Кірмендер дейді, кіргізбейміз дейді бұлар еще бізді. Не үшін кіргізбейді екен бұлар? Зараза жұғат деп отыр ма не? Міне келеріміз Атамекенге кіріп тұрмыз. Енді осы жерде күтіп отырамыз. Мыналардың бәрі жиналдық. Начальнигінің біреуі шықсын деп атырық, бірақ әлі ешкім жоқ. Мен күтіп отырмыз. Қастағы аналар келе жатыр тағы да. Аналарды күтіп, қаз аналары келеді тағы да.
Бұлардың бастықтары қайда білмейміз әйтеуір. Не бастықтары жоқ, не басқалары жоқ. Мына кісілер тұр. Қазір енді біраз кішкене өше тұрамыз. Қазаналар жиналсын. Обед дейді. Бұлар обед ішіп алу керек екен әлі. Содан кейін тағы да прямой эфирға шығатын боламыз. Ұрылар, неге ашпайсыңдар есікті? Карантин бітті ғой. Біз акиматқа айтып шаршадық. Желкелеріңнен шықтырлар. Шықсын дейсіз мыза. Сбежал только что. Это государственное учреждение. Люди пришли. Кого вы охраняете? Вы кого охраняете? Скажи. Кого охраняете? Они не могут дать элементарный ответ, чтобы женщины спокойно, мирно ушли отсюда. В чем проблема? Потому что деньги своровали и на место поставить уже не смогут. Там просто какой-то гогочки, бриллиантовые трусы купят и все на этом. Күнде мен туралы кино шығарғанша сондай кинолар шығармай ма, роликтар? Откуда и куда деньги уходят? Каждый день на меня давят. Не bilek ırjıyıp dursun sen, türünden görüp durma, ırjıyıp dursun. Almasan aylıkta almay gitti. Sen erkeksin, erkek olsun. За что ты охраняешь стоишь? От кого? Это госучреждение. Шықты анаған барды шықсын. Намысың бар ма, намыс бар ма? Намыс жоқ бұлар, намыс жоқ. Они нас ойламайсыңдар ма? Они нас слепят вообще. Они в кабинете видят. Почему вы сами провоцируете? Почему никто не хочет выйти и дать ответ? Нет, они видят нас, что мы делаем. Видит они все. Сен бар ғой, мен туралы кино шығаратын болсам, сен үйіне келем айғыз. Вот мына қызды қарап көріңдер. Ертең сен мен туралы видео шығар осыдан. Полный сендердің үйлерін қопарып шығамыз бізді. Хватит уже. Дамбалдың ішіне кіріп бітіңдер ғой уже бізді. Мына қыздың әке шешесі не істеп, қалай кімді тәрбиелеп өстіңдер, мына қараңдар. Мына қыздың әке шешесі қандай жұмысқа кіргізіп қойдыңдар мына қызды. Ит болып жұмыс істеп жатыр ғой мына же бүкіл қатындардың қарғасына. Вот кто-то еще пришел. Да они не такие. Вы здесь работаете? Это же оператор? Нет, вот в костюме. Давайте. Да он какой-то. Да кто? Он решит. Нет, ну а что никто не видит? Можно рестораннан тамақ ішесіз, заказбен Да пропустить, что он решает? Да он ничего не решает. Кто он такой? Что, баяғы нелер ғой? Понеси, принеси, подай, иди деген.
егер 40 мың теңгені қолға шешіп берілмесе, ешқандай ана мектепке балаларын жібермейді. Сендерден шаршадық уже. Мысалы мен баламды жібермеймін мектепке. Егер 40 мың теңгеге мен бала-шағамды бастан аяқ киіндіре алмасам, мен жібермеймін балаларымды. И басқа балаға да айтсам, балаларын жібермеңдер деп. И так болмайды ғой, онлайн болады ғой. Жоқ, онлайнға да оқытпаймыз вообще. Почему? Олар айтқан магазиндардан алынып көріп қой. По одному зика, да? Вот именно, ол магазиндар өздерінің біреулерінің магазиндары бір қолымен бізге типа нәрселерге мен беріп жатыр. Товарларыны бишара халыққа пихать етіп жатыр. Өздері алып көрсінші соларды, алмайды. 25 мың теңге кроссовка бірақ 5 мың теңге тұрады, 20 мың теңге қайдан қалып тұр, бірақ халық қайтады біз 40 мыңнан бердік каждый балаға. Вот жаңалықта айтпақшы, аймаға мектептерге қойып қойған міне мақтанып, каждый балаға 40 мың теңге тұр, анау әп-әдем болып тұр, ұрып отыр креслода. Вот видели, каждый же ребенка 40 тысяча. Я саған атасын басын аламыз, ата мекеннен қандай? Бір майға 40 мың теңге тұрады. Ятсыздар, тұрси алмайсыңдар ғой сендер оған. Зарплата позволяет это, а нам это не позволяет. Халықты ашындырып атсыңдар сендер. Көресіңдер, бұдан кейін вообще халық көтеріледі, как Беларусь болады. Сонда көресіңдер сендер. Оңбайсыңдар, өздерің халықты ашындырып атсыңдар. Бүкіл халықты ашындырып атсыңдар. Мына жақтан дейсіңдер, ар жақтан дейсіңдер. 30 жыл бойы жеп келдіңдер, тоймай атсыңдар ма? Халық өлгенде бірақ Аналардың қарғысы жібермесін дейсің. балаларға түсінесің. Біздің қарақшының оларға көрмейді, олардың балдарына көрінеді. Жақсы мін жерге біреуі. Соншама құдай деді. Шетелде тұрады. Түшін астына. Көтені көтеремай атырма. Тамағını көтеремай отыр. Аймагамбетовтың бір сөзін көтеріп, бір Аймагамбетовты көтеріп едік, өзін ұстай алмай қалды ғой. Өз-өзін есін жинай алмай, бейшара болып жүрген, ұмыт кеткен да ол уже, ауылда жүргені. Министр болғаннан кейін крутой болып кетті ғой енді. Жемқор отырғандардың бәрі жемқорлықтар. Бүкіліні жеп атыр, жан жақтан тонап атыр. Ұялмайсыңдар ма тонағанша? Өлгендерің артық олай отырғанша. Министрлікті істемей кеткір құрғырдар. В общем, смотрите, завтра опять мен туралы тағы да бір кино шығарады олар, қатынап шығардым деп. Ешкімді шығарған жоқпын, бәрі шықты. А я то, что снимала, буду снимать и показывать то, что в стране происходит. Вы что хотите, то и делайте. Карантин неге шешіліп сонда? Осы жерде санаулы әйелдер тұр, осыдан бір нәрсе болсын әйелдермен, Кулибаевтан көреміз бәрін. Міне. Осан 10-15 әйелдің бір нәрсесі, бір талы шаш түсін, Кулибаев жауап берсін. Потому что Кулибаевке атамекенге бардық, Кулибаевтың бизнеске қол сұқтық. Содан кейін біз нәрсемен бір нәрсе болсын бізбен. Осы жерден Кулибаевтан спрос, мне халық, вот я вам говорю, спрос, чтоб с Кулибаева был. Потому что ол сұқпайтын жеріне қол сұғып, а всеобычқа 30 жылдан бері берілген ақшаға қол сұғып, осында не істеп қойды. Болатын болса, примерно білесіздер, я біз қайда барғанымызды не істегеніне жатқанымызды. Атамекен жаңа Бізді тамашалап отыраман бетімізге қарап. Тогда все понятно. Басқа балалардың ақшасына қол сұқпаңдар. Балалардың ақшасы ол балалардікі. Балалардың ақшасына қол сұқпаңдар. Жоқ, неме, салмай жатырман қай жерден? С небес, что ли, можешь спуститься? Или қай жерден салмай жатырман? Вы говорите по уверению, что вы не погодите. Потому что вы лепечете, скажите, спускайтесь. Вот так и говорите, спускайтесь, вас ждут. ДВК-ға қосыламыз енді. Қай жақта митинг бар, сол жақта жүреміз. Көше партиясына да қосыламыз. Мейлі қақ, бәріне қосылу керек. Ақыл соған әкеліп жатыр ғой. Назды шығамыз, қарап тұрсын. Соған әкеліп отыр. Әдейі халықты ашындырып жатыр. Бәрімен қосыламыз енді.
біз бүкілмен қосыламыз. Акимат Атамекен дейді. Атамекен мынау министерство дейді. Енді мында келсек, бұлар вообще тормыз кәдімгідей шалмай отырған жерге жабысып. Бізді топ қылды ғой бұлар. Онда халықты тыңдайтын құлақ бар ма? Мына министерствоның ішінде. Қайда Тоқаев? Жерде адам жоқ. Сені тыңдайтын бәрі зомбилар. Роботтар. Жоқ, имам жоқ. Вот больше все знают, что прекрасно, что смотрят, и мы знаем, что смотрят нас чиновники. Мы видим, кто нас смотрит. Почему вы не можете отреагировать? Мы не можем понять. Просто дать ответ. Бизнесін өркендету үшін балаларға турецкий киімдерді Қазақстан өнімі деп біздерге таратып жатыр. Біздерге ондай керек емес. Біздерге керек Қазақстан өнімі болса өнімі жарайды. Сол 40 мыңды 400 мың бергенде әлдеқандай қылып балаларға 30 мыңның спортивкасын, 20 мыңның кроссовкасын да жетпейді, оған 50 мың керек. Киіндіріп жатыр дегендер осыма неменемен киіндіреді? Қымбат киімдер, қымбат канцелярский товарлар. Бізге берсін ол ақшаны. Біз базардан ақ балаларды киіндіреміз. Біз солай базардан киіндіріп жүрген аналармыз. Не үшін керек бізге осындай 40 мың сертификат өздерінің бизнестерін айналдыру үшін? Не үшін керек аналар? Не үшін керек милициялар? В прошлом году қалай біз жексін болды, иә? Конечно, жексін болды. Алдыңғы жылы тек қана носки ғана алдық, носки. Личный 30 мыңға носки ғана алдық. Киімдер жоқ, ештеңе де жоқ. По 400 тенге брали. Сонда бұлар не істеп отыр? Не істеп По 100 отыр? тенге базарда тұрып, 100 тенге стоит носки. Значит, это бизнес Акимата с Атамекеном. Бизнес это был. Нет, смотрите, недавно же Кургинов на брифинге сказал, недавно, в пятницу, да, или в четверг, Кургинов сказал. Он сказал, что всеобщее выделяется такая-то сумма на детей, 40 тысяч, да, что все пройдет идеально, что цены подниматься не будут. Так же он сказал? Он все это пусть ответит за свои слова. Бахтияр Макен алдыңғы. Они по телевизору все красиво. А зачем хотели? Бахтияр Макен осы жерде тұрады, соны үйіне қатынына барып сұрайды да, сен қызыңды қалай 15 мыңға киіндіресің? Киіндірем деді ғой, иә. Оны Бахтияр Макеновке беру керек 40 мың теңге сертификатты. Дәурен Баба Мұратов қалай киіндіреді екен өзінің балаларды? Вас еще засует за эти слова. Какой ханым балалар? Простой балалар ғой, амал жоқ қой жұмыс системада істеп жатқаннан кейін. Шақырып беріңдер просто. Вы хотя бы начальника, директора департамента позовите, который сможет дать ответ, и все. Я зайду с Вы начальник управления? Қай жерде жұмыс істейсіз? Істемесеңіз кірмейсіз сонда. Қай жерде жұмыс істейсіз? Жақсы! Они все не работают. Скажите, пусть выйдет Аймагамбетов. Хотя бы директор департамента жіберсеңізші мына жерге. Сұмдық қой мынау вообще, не істеп жатсыңдар? Олар түсінбейді ғой осындай, көрдің ба? Даже элементарный қай жерден кіру, қай жақтан шығу. Орындарын ауасы уақыт келді. Бүкіліп отырғандар алжыған. Уақыты келді, ауыстырсын болды. Алжыған шалдар отыр, алжыған кемпірлер отыр. Алдымызға шығатын адам бар ма, жоқ па? Депутаттар, дармаеттар. Кәрі қақпастан кетсін. Жастарға жол беріп, звоните еще раз. Или мы сейчас зайдем сюда. Все кремы скажут. Или мы пойдем домой, да? Кому? 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 Жақындар. Кулебаев, Назарбаев.
болмаса да олар. Білеміз қай жерде екенін. Бірақ только приблизитесь, вас сразу Өз жерге жібермейді, өз жерде тек қана байлар миллионерлар тұрады. Кедейлердің городогы бөлек, байлардың городогы бөлек тұрады. Тек қана байлар мен кедейлер саналатын бүкіл ұлтты солай астындырып В общем, как видите, никто не отвечает, никто не реагирует. Мы вам сняли, показали. Конструктива в нашей стране нету и не будет. Как воровали, так и воруют. Ответов никаких нету. Деньги уходят в бездну, непонятно куда. Но они любят читать деньги мои, показывать мою недвижимость. Так вот, у меня появилась новая идея. Так как недавно сняли обо мне 8-й фильм, я вам покажу новый дом нашего депутата, самого главного. Рядом же живет там еще один усатый дяденька и еще один самый старший дяденька страны. Так что до встречи. Я сейчас попробую позвонить в министерство. Қазақстан производство деп басында айтты ғой, Қазақстаннан шығарылған өнімді осылай не істеуіміз керек, дәріптеуіміз керек деген сияқты. Бірақ бүгін барған магазин түріктің киімдері тұр. Бір ма? 30 мыңнан бір спортивка балаға, 20 мыңнан кроссовки. Бізге берілген логика қайдан мен түсінемін. Бір футболкаларымыз 5 мың, класстамар вообще қымбат. Неге осы 40 мыңды әр адам, әр балаға несіне ақшалай ала алатындай өз баламыз. Егер көмек берілген кезде, сол ақша неге бермесіне? Біз чегін көрсетсек, өзіміз киіндірсек балаларды, базардан болсын, арзанға киіндіріп алады ғой. Неменеге сіздер Қазақстанның өзінде өтірік, қайдағы жоқ қымбат заттарды мынандай көп балалы аналарға, аз қамтылған отбасыларға алдыңғы жылы ол 30 мыңнан сертификат берді. Носкиден басқа қып алған жоқ аналар. Потому что магазин бәрі қымбат. Бір костюмның өзі барып көріңіздер. 10 мыңнан бір баланың. Ни одного представителя не было. Нет, Жанна! Ештеңе ала алмаймыз. Етіктер. Нет, вы задайте вопрос. Дайте нам новое постановление и скажите, с какого числа это постановление вступило в силу о том, что будут выдаваться сертификаты именно казахстанского производства одежда, и почему Атамекен вмешался в эту программу. Директормын да, мен қазір осы сұрақты біліп аламын. Осы сұрақты. Қанша күту керек? Неше минут күтеміз жауабын? Актырақ айтыңызшы, громче говорить не слышно. Нет, можно вас сюда еще? Можно один вопрос? У нас к вам вопрос. Хорошо, вот здесь можете стоять. Можете не подходить. 2 километра можете стоять. Скажите мне только, дайте мне один ответ. Откуда деньги? О, на улицу уход. О, аллилуйя, шахта джерке. Это спим и слушайте. Можно вы нам дайте один ответ? Один ответ. Можно я представлю? Да, не надо нам представляться. Вы нам дайте один ответ. Чьи деньги всеобуч акимата, Атамекена или правительственные деньги, выделенные с бюджета правительства? Конкретно, вот эти деньги на всеобуч, кто выделяет? Я сейчас вам не смогу дать ответ. Давайте я... Нет, смотри, у нас же много... Нет, дайте я с одним буду разговаривать. Я являюсь... Қазақша айта беріңіз, жарайды. Мен әкімшілік департамент директоры боламын. Бізге бәрібір кімсің сен? Дай нам ответ, дай. Мен қазір жауапты қолға түссін, сізге жауап беремін. Какой жауап? Я тебе задаю прямой вопрос. Ты целый начальник управления или директор этого департамента, и ты не знаешь на элементарный вопрос, о который поднимали женщины на протяжении 2 лет, ответа. Чьи это деньги? Правительственные деньги, акимата, бюджетные деньги или это Атамекена деньги? Устно. Вот я вам задаю устный вопрос. Я прошу вас устно мне ответить. Я могу вам письменно ответить. Зачем? Почему? Значит, вы некомпетентны в своей работе?
Кімнің ақшасы ол? Кім бөлінеді ол ақша, всеобычка? Кто выделяет эти деньги? Всеобыча деньги кто выделяет? Давайте я узнаю. У нас есть комитет целый для этого. Комитет по охране. Кто? Дулат Шакенович? Я сейчас приглашу. Дулат Шакенович? Да, я приглашу. Пусть он выйдет. Сейчас он выйдет. Одну минуту. Зачем вы тогда вас отправили сюда и В общем, вот такие вот у нас чиновники, которые не знают элементарных ответов. А вы кто? Отнеси, подай, принеси, уйди. Вот, в общем, сейчас будем ждать Дулата Шакеновича. Мне батарейка садится, сейчас я через некоторое время выйду.